келінімін. Ұлтым орыс болса да, қазақ отбасының келіні болып, ұлттық құндылықтарды үйреніп жүрмін. Бүгін отбасымызбен мұражайға келдік. Қазақта келін орны бөлек ерекше. Үлкендерге сәлем салып, ізет көрсетіп, құрметтейді. Жандарым, құлындарым. Анашым, сәлем бердім. Мен де осы дәстүрді ұстанып, құрметтеп жүрмін. Көп жаса қара. Анашым, жүріңіздер, бәрімізді дастарханға шақырамын. Бәріміз отырып, жылы әңгіме айтып, асымыздан дәм татып, шай ішейік. Киіз үй, мынау шаңырақ. Шаңырақ біздің отбасымыздың бірлігінің белгісі. Дастархан берекенің белгісі. Қазақ халқын қашанда болса қонақтарын сыйлап, құрметтеген. Анашым, мен үшін шаңырақ жаңа өмірдің бастауы. Осы отбасында мен өзімді бақытты сезінемін. Анашым, мен қазақтың қонақжайлығына тәнтімін. Бұл жүректен үлкен белгісі. Құдайым оңдасын, еш жамандық болмасын, заманымыз тыныш болсын, болашағымыз жарқын болсын, шаңырақтарымыз биік болсын, керегеміз тең болсын, немерелерімнің болашағын бәрі жарқын болсын. Аумин. Бісміллә. Қарағым, жетінаның дәмді бопты жаным. Мен осы жетінаның бір қасиетін айтайын деп тұрмын. Ертеде қазақта дүниеден өткен жақындарына, рухына тағам дайындаған. Сол тағамның бірі жеті шелпек. Жеті саны қазақта өзі киелі сан. Сондықтан өстіп жеті шелпек пісірген. Мысалы, жеті ата, жеті қазына, жеті күн. Сондықтан шелпек те жеті дана болып пісіріледі. Жай тек өткен емес, ол бүгінгі ұрпаққа аманат. Ұлттық құндылықты сақтау әр отбасының міндеті. Жай біздің тарихымыз бен дәстүріміздің алтын қазынасы. Шаңырағымыз биік, бірлігіміз берік болсын.